Арма қазағым, кеше көптеген адамдар осы видео салғанымда мына кітап туралы сұраған еді. Тағы да айтып кетейін. Кітаптың аты «Казахское народное прикладное искусство». Мен бұны сатпаймын, өзім әрең тауып алғанмын. Осыдан бірнеше жыл бұрын Букинистте мен бұны тауып алған едім. Арзан 700 теңге ме сондайға маған берді бұл кітапты. Сонымен бұл кітаптың авторы Марғұлан болады. 87 жылы Алматыда өнер баспасында басылып шыққан. Интернеттен іздейсіздер ме, кітапханадан іздейсіздер ме, Букинисттен іздейсіздер ме, оны енді мен білмедім. Өздеріңіз іздеп көріңіздер. Мен бұл кітапты сатпаймын, сұрамаңыздаршы менен. Сосын көптеген адамдар Букинист, андай кітап нелерге барып қызықпайсыздар. Қызығатын адамдар осындай нәрселерді өздері тауып ізденіп не қылады. Сонымен енді Марғұлан туралы оқып кетейін. Бұл кісі кім екенін деген сияқты. Академик наук дейді. 1904 жылы туылған екен, 1985 жылы қайтыс болды. Известен как разносторонний ученый, этнограф, археолог, филолог. Им открыты уникальные памятники археологии эпохи бронзы и ранних кочевников. Написано свыше 150 научных работ, в том числе более 10 монографий. Новая его работа посвящена казахскому народному прикладному искусству. В ней дан обзор источников, охарактеризованы передвижное жилище казахов, юрта и народный костюм. Читатель познакомится с особенностями традиционных видов народного прикладного искусства казахов, с образцами кошмования, вышивки, плетения, ткачества, художественной обработки кожи, кости и металла. Рассмотрен в работе орнамент, которым богато украшались все предметы убранства юрты. Домашняя утварь и одежда, особенно праздничная. Издание трехтомное. В нем публикуются памятники казахского прикладного искусства, хранящиеся в музеях Ленинграда, Омска, Алматы, областных центров республики, а также энциклопедиционные материалы. Кеше мен сіздерге мына ер азаматтардың қазақ шапандарын көрсеткен едім. Ортасында күннің таңбасы болады, солярный символ деп аталынатын алғы беті. Міне, бұл жалғыз ғана шапан емес, тағы да осындай шапандардың түрлі-түрлісі бұл осы кітапта бар, суреттері, нелері деген сияқты. Сосын мен өте қатты күйінгенім, қазақы киімді тұрсын таппадым. Кілең жаңағы кілемге салатын өрнектерді салып, соны қазақтың киімі деп сатып атқанға қатты күрсіндім. Негізінде киімге көбінесе мынандай растительный узор дейді, сондайларды салған. Күннің таңбасы болған. Ал андай қошқар мүйіз деген сияқты нелерді, оны мысалы сандықтың бетіне жағатын покрывало, көпшіктерге, нелерге салған.